Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздерге үй жағдайындағы чебуректерді дайындап көрсетемін. Бұл чебуректердің ішіне жусай мен жұмыртқа қосылған, өте дәмді әрі тез дайын болады. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ұнға май құямыз. Оның үстіне ыстық су құямыз. Ыстық суды шетінен құйып, шетінен араластырып илейміз. Қамырымыз шықты, бізде жұп-жұмсақ қамыр болуы керек. Ал енді қамырымызды салфанға салып, 30 минутқа тындырып қоямыз. Чебуректің қоспасына 4 жұмыртқаны пайдаланамыз. Осылай ыдысқа салып, вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Қазанға лайықты мөлшерде май құямыз. Майымыз сәл қызғаннан кейін, оның үстіне жұмыртқаны құямыз. Жұмыртқаны араластыра отырып қуырамыз. Жусайымызды ашып тазалап алғаннан кейін оны кесеміз. Осындай кішкентай етіп, ұсақ етіп кесу керек. Ал енді жусайдың үстіне жұмыртқаны саламыз. Бір қасық тұз қосып, шанышқымен араластырамыз. Араласқаннан кейін үстіне аз мөлшерде май құйып, араластыра береміз. Қамырымыз дайын болды, енді оны жақсылап домалақ етіп илейміз. Илеп болғаннан кейін бәрін осындай бөліктерге бөлеміз. Сосын осындай домалақтап, ортасынан басып қойып қоямыз. Қамырымызға ұн сеуіп, оны оқтаумен домалақ жұп-жұқа етіп жаямыз. Ал енді ішіне салатын салмамызды тегістеп салып, оны әдемілеп түйеміз. Бүгін сіздерге чебуректі түйудің 2 түрлі тәсілін көрсетемін, бірақ жан-жағын осылай жақсылап жабыстыруды ұмытпаңыздар. Сыртқы жақтағы қамырын ішіне осылай айналдырып басамыз. Сонда чебуректің сыртқы жағы өте әдемі болып шығады. Егер сіз бұрын бұлай түйуді білмесеңіз, онда 4-5 рет түйсеңіз, қолыңыз жаттығып үйреніп кетесіз. Ал егер үйрене алмай жатсаңыз, онда сізге екінші тәсілін үйретейін. Бұл өте оңай.
шеттері ашылып кетпейтіндей жақсы жабысуы үшін оған кішкене су жағуыңыз керек. Енді жан-жағын қолмен әбден жақсылап басып аламыз. Жақсылап тұрып жабысуы керек, болмаса ашылып кетсе өзіңізге қиын болады. Сосын шанышқымен осылай шеттен қатты етіп басамыз. Сонда одан сайын жақсы жабысады және де әдемі болып шығады. Қазандағы май өте қатты қызуы керек, сонда чебурегіміз майлы болмай шығады. Біздің чебурегіміз жуса мен жұмыртқадан жасалғандықтан ол тез піседі. Бір жағы жақсылап қызарып піскенде екінші жағына аударуымыз керек. Біздің чебурегіміз тез пісті, қызарғаннан кейін ала берсек болады. Чебуректеріміз дайын болды. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге ұсыныс беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарийларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңызды комментарияға қалдырсаңыздар болады.